Ассалаумағалейкум ағайындар, мен алдыңғы шығарылымда Toyota көліктерін іш пыстырарлық көлік деп айтқан болатын. Бүгінгі шығарылымдағы болатын Highlander көлігіндегі бар заттарды сіз қалайтын болсаңыз, олар бәсекелесте жоқ, тек қана осы көлікте ғана бар. Ендеше Toyota Highlander 2012 тамашалаңыздар. Алла қалап көбейіп, жаныңызда 4-5 адам болып, машинаға сыймай бара жатқан кезде сіздің ойыңызға обязательно міндетті түрде ой келеді. Осы көлікті кеңейту керек еді, немесе 7 орындық көлік алу керек еді деп. 11-12 миллион теңге ақшаңыз бар, 7 орындық кроссовер алғыңыз келетін болса, нарыққа қарайсыз. Нарыққа қарасаңыз көптеген таңдау жоқ. Infiniti 6X деген бір түрлі көлік бар, одан кейін Kia Maxaf деген бір көлік бар. Одан кейін міне Toyota Highlander 7 орындық. Сізде бұл айтқан кезде көптеген таңдау жоқ. Интернетте қарап отыратын болсам, 11-12 миллион теңге 7 орындық көлік өте аз. Мысалға Toyota Highlander көлігі 2012 жылғы Европада құрастырылған. Осы көлік 4 жыл бұрын 7-8 миллион тұратын еді. Қазір бағасы 10-11 миллион теңге тұрады. Осы кезде Toyota компаниясының көліктері шынымен де алтын құсап, бағасы өсетін көліктердің бір ретінде шынымен де халықты мойындатуда. Бұл көлік шынымен де біздің нарықта, тек қана біздің нарықта емес, СНГ нарығында да өте арзандамайтын, құны арта беретін көліктердің қатарына жатады. Қазіргі таңда бұл көлік 11-12 миллион теңге тұратын болса, жаңа осындай Highlander көлігін алатын болсаңыз, 24 миллион теңгені қалтаңыздан шығарып беруге дайын болыңыздар. Ал бұл көлікті жалпы айтатын болсақ, көлемі 3/5. Жалпы айтқан кезде Toyota Camry'дің платформасында құрылған бұл Toyota Highlander көлігі. Бұл көліктің қозғалтқышы туралы айтатын болсақ, қозғалтқышы қарапайым V6, 3/5 литрлік қозғалтқыш, 277 аттың күші бар. Жалпы ағайындар, сіздер 40-45 Camry'ді білесіздер ғой, сол 3/5. Тура сол Camry'дің платформасында құрастырылған Highlander. Көліктің қозғалтқышын ашып ағайындар, алдында 3-4 миллион теңге тұратын Renault Duster'де амортизация болған. Ол не? Қараулары бар. Енді бұл санаттағы көлікке бұл үлкен сын. Мына жерге амортизация істесе, ол керемет болады еді. Жалпы көліктің қозғалтқышы туралы айтатын болсақ, міне V6 қарапайым, ешқандай өзгешелігі жоқ. Көбінесе Camry, Lexus'та қолданатын сол баяғы 3/5-тік қозғалтқыш. Жалпы ағайындар, байқайсыздар ма, Toyota Camry'дағы 3/5 көлемді көлікте көбінесе қорабы кетіп қалатын. Себебі ол көліктің салмағы жеңіл, айтқан кезде қорабы мен қозғалтқыш бір-біріне сай келмейді. Ал мына көліктегі қорап пен қозғалтқыш бір-бірінен нағыз өз орнын тапқан сияқты. Себебі бұл көліктің біріншіден толық жетекті, екіншіден осының салмағы ауыр болғандықтан 3/5 көлемі оған нағыз сай келеді. Ал Camry'ларға салмағы жеңіл болғандықтан көбінесе қозғалтқыш мен қорабы өте әлсіз болатын. Бұл көлікте кішкене маған жақпайтын жері толық жетегі муфтада. Ешқандай мына жерде ешқандай блокировка жоқ. Ал мұндағы бар нәрсе ABS. ABS-і кез келген нәрседе жақсы тежеп, жақсы жұмыс жасайды. Одан кейін бұл көлікте де сол Camry'дан қалған бір ауру бар. Рөлдік рейкасы сәл әлсіздеу дейді. Жаңа форумдарда айдаған адамдардың пікірі бойынша. Бірақ бұл көлік сізге ұзақ уақыт бойы қызмет етіп береді. Сіз бұл көлікті алатын болсаңыз, мысалы 150 мың, 200 мың километр қашықтық жүріп тастаған өзінде қорықпаңыз. Бұл көлік жалпы қозғалтқышы миллиондықтар дейді ғой көп адамдар. Сол сияқты ұзақ уақыт жұмыс жасайды. Бұл көліктің айтарлықтай плюсын айтатын болсақ, майды мысалы 7 мың, 6 мың километр ауысады көп машина. Бұл жерде 10 мың километрде ауыстыруға болады. Соған мысалы осы өндірушілер рұқсат берген. Одан кейін бұл көлікті барлық 3/5 объеммен айдап бұны табиғат еткен адамнан алатын болсаңыз, бұл көліктің қорабы кетіп қалуы ықтимал. Ол да Camry'дан қалған кішкене ауру, бірақ ол Camry'ға қараған кезде сирек кездеседі. Қорабы және қозғалтқыш туралы басқа айтатындай проблема жоқ. Сол себепті жарамыз.
Жалпы достар, біліп алайық, Toyota Highlander көлігі ең бастапқы кезде Америка нарығына бағытталып құрастырылған көлік. Солардың ыңғайына, солардың сұранысына қарай жасалған. Кейіннен бастап бүкіл әлемдегі нарық сұранысқа ие болғаннан кейін Америка және Жапония, одан кейін Европа нарықтары құрастыра бастады. Менің ойымша ең жақсы құрастырылған жер ол Жапония. Енді бәріміз білеміз ғой, Ресейде құрастырылған немесе Қазақстанда құрастырылған көлікке қарағанда Жапонның нағыз құрастырған көлігі әлдеқайда мықты және сапалы болады. Көлікке қарап тұрсаң, кроссовер. Бірақ дөңгелегі 19-лық алып, дөңгелек мұндай Toyota Camry платформасына жасалған дөңгелекке енді ол сыймайды ғой. Одан кейін мына есігіне қарасаң, кәдімгі есігі үлкен екен. Шын мәнінде енді ішіне көп зат сиятын, ішіне адамдар көп сиятын машиналардың бірі ғой, және артық багажник бар көрейік. Мысалы, көп көліктерде артына бірдеңе салу үшін, артына бірдеңе алу үшін мынаның барлығын ашу керек. Ал бұл көліктің кішкене артықшылығы, мына тетікті басу арқылы мына жерден ашып, бір затыңды алып, бір затын салсаң болады. Егер затың соншама ауыр болатын болса, мына тетікті басу арқылы мынаны ашасың, ашасың. Міне іші өте кең, 1,5 метрлік сыйымдылығы бар. Алдындағы орындықты жатқызатын болсаңыз, 2,5 метр сыйымдылығы бар. Одан кейін айттым ғой, бұл көліктің ең артықшылығы, бұл көліктің ең көп алатын себебі, мына жердегі орындықты шығу үшін тартамыз. Мына тетік арқылы да тартамыз. Енді бір саяхатқа, сапарға шығатын болсаңыз, мына жерде қуаттағыш бар, 120 вольттық. Үшінші орындықтардың басы осылай ашылады, қойылады. Жалпы мына орындықты жатқызасыз, алдындағы орындықтар жатқызып, ұзыннан кәдімгідей саяхатта сапарға 2 адам кеңінен жатса болады. Өз кезегінде бұл көліктің артықшылығы ретінде саналады. Ғарыштың түнегі ішінде, бүгін түнді бәрің ішінде, көңіл күйім текстің ішінде, бүгін түнді бәрің ішінде, ғарыштың түнегі ішінде, бүгін түнді бәрің ішінде, көңіл күйім текстің ішінде, айналады болып жатқан оқиғаларға мүлдем уақыт жоқ. Вақыт жоқ, вақыт жоқ. Кет. Алдыңғы жағына отырдық. Алдыңғы жағына отырған кезде кәдімгідей Camry 40-та отырғандағыдай тура сондай дизайн, тура сондай үйлесім тапқан. Енді кішкене разницалар бар, айырмашылықтары. Ал былай айтқан кезде тура сол Camry платформасында жасалғандықтан сонымен ұқсайды. Одан кейін орындықтардың сапасы өте жақсы. Мына ортасы әсіресе. Ал орындықтың мына екі шеті көп отырып қажалғандықтан кішкене тосып кетуі мүмкін. Жалпы көлікте сол баяғы стандарт түрде барлық нәрселер бар. Бұл көлік Европада құрастырылған орталық базалық комплектация. Егер максималды комплектация болатын болса, мына жерде люк болады, тағы да қосымша функциялар болады. Және көліктің қазір арт жағына барып көрейік, қандай кемет бізді күтіп тұрған. Ал көліктің артқы орындығына отыратын болсақ, меніңше артқы орындықтар космос, өте кең, ыңғайлы. Мына жерде мынау темір арқылы артқа, алдыға жылжысаң болады, мына жақтан жатқызсаң болады, көтерсең болады. Енді өте ыңғайлы жасалған. Мына жерде шында қойғышы бар. 2 адам, толық адам кеңінен отырады, 3 адамда былай сыйысып кетуіне болады. Мына жерде енді стандарт сол климат контроль, басқалар бар. Бұл жердегі айттым ғой, жанұялық көлік болғаннан кейін мына жерде балалық кресло болады. Сол креслоны қоятын кезде мына жерге алдына тиіп кетпейді. Одан кейінгі бұл көліктің ең бірінші қасиеті үшін алатын бұл 3-ші қатардағы орындық. Бұл жерге барып көрейік, қалай ыңғайлы екен. Артына кіріп көрейік. Мына жерде алдыға жылыстасын. Одан кейін мынаны салсын. Мына артқы орындыққа былай отырасың. Енді менің бойым бірде 183 болғандықтан мына жерде отырып көрейік. Мына жерде алдында орындыққа аяғым тиіп те отырған жоқ. Мына жерде шынтақ қойғышы бар. Мына жерде кондиционер немесе пеш тұратын болса, мына жерге де келеді. Өзім мына жерде стакан қойғышы бар. Барлығы рахат. Ұзақ жолға жүретін болса, өте емін-еркін, шашылмай баруыңа болады. Рульға отырғандағы сезім өзіңді әдеттегіден биік отырғандай сезінесің. Бір капитандық орындықта отырған сияқтысың. Сенімді, ешқандай бір қорқыныш, сасқалақтау деген жоқ. Өзің жолда сенімді. Енді бұл көлікте рама жоқ қой, бірақ рамасы бар көліктерге ұқсайды. Жұмсақ, ыңғайлы жүреді. Мысалы, кроссоверлерді айдайсың ғой. Outlander'ды айдасаң, Mitsubishi, кроссовер айдаған сияқтысың. Ал мұнда бір жеңіл,
Енді көп автоблогерлер бұл көлікті іш пыстырарлық деп айтады. Мен мұнымен келсем, 3/5 ондай бір динамика, бір сізге бір көңіл күй сыйлап, жолда бір маневр жасауға мүмкіндік бермейді. Керемет көңіл сыйлайды деп айта алмаймын. Сізге сол қажет па? Кейбір адамға ол қажет емес. Мәселен, әйел таңдаған кезде мінез құбылмалы, бірде көл, бірде шөл. Кез келген уақытта қолдан бірдеңе лақтырып жіберетін мінез құбылмалы. Сізге керек па сондай әйел? Әлде сіз оған сене алатын? Одан ешқандай бір жамандық күтпейтін, қиыншылықта сізді тастап кетпей, қуанышыңызда бірге болатын сондай әйел қажет. Бұл да сол сияқты. Бұл көлікте ондай қырсықты күтпеуге болады. Бұл көлікте емін-еркін ұзақ сапарға аттанып жүре берсем болады. Бұл көлікке мінгенде, мысалы мен айдап келе жатырмын. Бұл көлікпен мысалы мен қазір бір батысқа ма, шығысқа ма, алыс жолға кетіп қалғым келіп тұр. Білмеймін, тартып тұрады. Себебі бұл көліктің іші үлкен. Өзіңді емін-еркін сезінесің, орындықтар ыңғайлы, жайлы. Мына жерде шынтағын қойып, қасыңа адамдарды алып, емін-еркін отырып, ұзақ жолға барсаң, менің ойымша шаршамайсың. Бұл көліктен шығын туралы айтатын болсақ, қаларықта, пробкада кейде жүретін болсаң, 19-20 литрге дейін жейді. Үлкен тас жолға шығатын болсаң, 120 км қашықтықтан асырамайтын болсаң, 12 литр жейді. Ал 140-160 км жүретін болсаң, 14 литрге дейін жеп кетеді екен. Қазіргі кезде бұл көліктің жылдық салығы көп емес, бар болғаны 42 000 теңге. Сонымен қатар сіз осы джипқа ұқсас Land Cruiser Prado'ға үлкендік жағынан келетін көлікті айдап жүре бересіз. Сонымен ағайындар, қорытындылай келе, жанұяңызда көп адам болатын болса, 10-11 миллион теңгеңіз болса, 7 орындық көлікті іздейтін болсаңыз, бұл көлік сізге нағыз көлік деп ойлаймын. Себебі бұл көлік қуанышыңызда да, қайғыңызда да жолда сізді мүлдем тастап кетпейді. Көптеген проблема жоқ. Осымен менің ойым аяқталды. Арнаға пікір қалдырып, лайк басамыз, тіркелеміз. Әлі алда талай керемет контенттер болады. Ассалаумағалейкум. Бұл қала шоуынан көшеден ісімді баққан, көлемі тығыршықтай шарбақтан. Барамын алыстап, рахаттанып, көңілім тасып, тәтті сәт менің асқақ, жұпар иіске ғашық мен.